игереді, мағрифат ілімін игереді, сөйтіп хақиқат деңгейіне көтеріледі. Хақиқат деңгейіне көтерілу деген сөз, ол Алла тағаланың хақ деген есіміне белгілі бір дәрежеде ие болған, сол періште деңгейіне көтерілді деген сөз. Міне осындай адамдардың арасынан машайықтар шығады. Машайықтардың өзі бөлінеді. Жай машайық дейміз, сосын олардан жоғары тұрғандары әз машайық болады, одан жоғары тұрғандары Әзірет Сұлтан әз машайық біздің Қожа Ахмет Яссауи бабамыз. Одан жоғары тұрған деңгей нәбилер, кіші пайғамбарлар. Онан жоғары тұрған деңгей расулдар, онан жоғары тұрған абзал пайғамбарлар, ең жоғары тұрған Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам.